Парацетамол сиропын балаларға қалай дұрыс береміз? Негізгі қағидаларына тоқтала кетсек. Біріншіден, парацетамол 10-15 мг на килограмм есептелетін дәрі болып табылады. Яғни балаңыз 10 кг болатын болса, оны 10-15-ке көбейтеміз, яғни 100-150 мг бір реттік дозасы болып табылады. Екіншіден, қорапшаның сыртындағы дозировкаға мән беруіміз керек. Ол кейде 100 мг 5 мл немесе 200 мг 5 мл болуы мүмкін. Соған қарай есептейміз. Егер де есептеуге қиындық туғызатын болса, қорапшаның ішіндегі инструкциясына қараймыз және оның ішінде баланың жасына байланысты орташа дозировкасы болады. Соны берсеңіз болады. Үшіншіден, парацетамолдың бір реттік дозасын тәулігіне 4 реттен асырмаймыз. Соңғы және көп ата-аналар біле бермейтін қағида, ол сиропты бермес бұрын дұрыстап шайқап алуымыз керек. Әр берер алдында дұрыстап шайқап алып отырамыз. Назарларыңызға рахмет. Үйде баласы бар жандармен бөлісе отырыңыз. Олар да біле жүрсін.